Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өзімнің арнамда табиғи ашқыдан жасалған, яғни құрамында ешқандай да дрожь жоқ, ағзамызға өте пайдалы әрі жегенде жеңіл болатын пирожкилер дайындайтын боламыз. Достар, менің видеомды тамашаламас бұрын менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар, себебі менің осындай салған пайдалы рецепттерімді бірінші көру үшін. Ендеше мен бастаймын, сіздер видеоны соңына дейін тамашалаңыздар, достар. Ең алдымен осындай бос ыдысымызға бөлме температурасындағы салқын сүтімізді құятын боламыз. Оның үстіне сұйық май саламыз. Ал оның үстіне бір дана жұмыртқамызды бөліп салып алатын боламыз, достар. Енді осының үстіне бір ас қасық қантымызды саламыз, және де бір чайный ложкадай тұзымызды салатын боламыз. Енді осы жерде, достар, дрожьдың орнына мен табиғи ашытқымды пайдаланамын. Бұл табиғи ашытқы нанымызға пайдалану үшін бұны алдымен біз дайындап алуымыз керек. Егер де дайындамасақ, біздің нанымыз дұрыс көтерілмейтін болады. Ал біздің мынау табиғи ашытқымыздың дайын болғанын қайдан білеміз десеңіздер, мінекей достар, дайын ашытқы осылай судың бетінде, сүттің бетінде қалқып жүреді. Енді осының үстіне жаймендеп ұнымызды сала отырып, жұмсақ етіп қамырымызды илеп алатын боламыз. Біздің қамырымыздың тығыздығы дәл осындай болу керек. Қатты сұйық емес, қатты қою емес, орташа есеппен, достар. Енді осы иленген қамырымыздың бетін жақсылап жауып, бөлме температурасына 30 минутқа қалдыратын боламыз. 30 минуттан кейін мінекей біздің қамырымыз сондай июі қанған, созылғыш болып тұр. Енді осыны қолымыздың көмегімен жақсылап қайырып қоятын боламыз. Өздеріңіз қалаған, өздеріңізге ыңғайлы қайыру процесін жасасаңыздар болады, достар. Қайырғаннан кейін бетін жауып, бөлме температурасында 1 сағатқа демалдыратын боламыз. Біздің қамырымыз көтерілгенше біз ортасына салатын салмамыз дайындаймыз. Яғни менде осындай картоп пайдаланамын. Картопты жақсылап жуып, ашып, тұзымызды салып, отқа қоятын боламыз піскенше. Піскеннен кейін қалауларыңызша осындай май салып, дәміне қарай тұз бен бұрыштарыңызды салып, жақсылап осындай езгіштің көмегімен езіп алатын боламыз. Ал сіздер өз қалауларыңызша начинкасын салсаңыздар болады, ет немесе капуста өз қалауларыңыз. Жақсылап езіп алған картошкамызды мен суыту процесіне қалдырамын. Суығанша оның үстіне осындай сулугуни сырын пайдаланамын. Сулугуни сыр өте дәмді, ерекше дәм беріп тұрады. Осыны үкіштің үлкен көзінен өткізіп аламыз. Өткізгеннен кейін суыған картошкамыздың үстіне салып араластырып алатын боламыз. Біздің қамырымызға 1 сағатта өтті, бойын көтерген біздің қамырымыз. Енді осыны ыдысымыздан түсіріп аламыз дағыны. Бірнеше бөліктерімізге бөліп алатын боламыз, достар. Енді достар, бөлінген бөліктерімізді қолымыздың көмегімен кішкене майлап алсаңыздар болады. Дәл осылай домалақтап созып аламыз дағыны. Ортасына дайындаған салмамызды салып шығатын боламыз. Дәл осылай видеодағыдай етіп қайталап түйсеңіздер болады. Немесе өздеріңізге ыңғайлы өз қалауларыңызша формасын келтірсеңіздер де болады. Мінекей достар, менен осындай бірнеше пирожкилар шықты. Енді осыны формамыз келтіріп болғаннан кейін бетін жауып, бөлме температурасына 1,5 сағатқа демалдыратын боламыз. Жарты сағат өткеннен кейін дәл осылай бетін әдемілеп ашып, оның үстіне сүтіміз бен жұмыртқамызды араластырып, барлығына жағып шығатын боламыз.
Біздің пирожкилеріміз дайын. Енді осыны қызып тұрған отта, яғни 180 градуста піскенше пісіріп алатын боламыз, достар. Яғни 35-40 минутқа дейін созылуы мүмкін. Мінекей достар, біздің пирожкилеріміз де пісіп шықты. Есі деген сондай керемет болып шығып жатыр. Бүкіл үйді алып, жұп-жұмсақ, дәмі ауызда ериді. Әсіресе өте пайдалы, ешқандай да зияны жоқ. Сіздер де міндетті түрде үй жағдайында жасап көрсеңіздер болады, достар. Ал мен сіздермен келесі осындай керемет рецепттермен кездескенше қоштасамын, достар. Егер де менің видео рецептім сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Және де достар, табиғи ашытқыдан жасалған келесіде менен қандай рецепттерді күтесіздер, міндетті түрде астына комментарийға жаза кетіңіздер. Мен сіздермен міндетті түрде бөлісетін боламын.